Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай ручка тоқитын боламыз. Сумкаға кез келген пряжадан, шнурдан тоқсаңыздар болады. Бұл менде шнурдан тоқылған. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Ручкасын тоқу үшін біз 8 воздушная петля теріп алуымыз керек. Ол үшін узел жасаймыз. 8 воздушная петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одан кейін мына ең бірінші петляменен бір-бірін қосамыз. Және де соединительный столбик жасаймыз. Енді айналдырып тоқи береміз. Бергі жағындағы петляның бер жағындағы қабырғасын іліп алып, соединительный столбик жасаймыз. Төрт, бес, алты, жеті, мына жерде уже келесін петляны аламыз. Ол уже бір болып кетеді. Дәл солай айналдырып тоқи береміз. Мына бер жағындағы петляларды іліп алып тоқи бересіздер. Сіздерге қаншалықты ұзындық керек ручкаға, соншалықты тоқисыздар. Қарай осылай тоқи бересіздер. Мінекей мен тоқыдым. Қазір сантиметрменен өлшеймін қанша болған. Жиырма 4 сантиметр. Сіздер өздеріңізге керекті ұзындықты алсаңыздар болады. Енді артық жіпті кесіп тастаймыз. Жіпті шығарып аламыз тартып. Одан кейін арасынан крючокты кіргізіп, жіпті тартып аламыз. Біздің ручкамыз дайын. Колечканы екі ортадан кіргізіп, сосын сумкаға ілеміз. Мінекей біздің ручкамыз дайын. Сөмкеде осылай көрінеді. Сіздерге мастер-класс ұнады деп ойлаймын. Менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазып кетіңіздер.